Баршаларыңызға сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен Түркияның тәттісін, яғни балмұздақ печеньесін жасайтын боламыз. Бастамас бұрын менің каналыма тіркелуді ұмытпа, және де менімен бірге печенье жасауды баста. Ең алдымен бізге бөлме температурасында сары май қажет. Сары майымызды осылай ыдысқа саламыз. Оның үстіне сұйық май құйып, бір жұмыртқамызды қосамыз. Барлығын миксердің көмегімен біркелкі етіп араластырып шығамыз. Өте жақсы араластырамыз, себебі май біркелкі массаға келуі қажет. Барлығын біркелкі етіп араластырып болғаннан кейін, оның үстіне крахмал қосамыз, сахарная пудра қосамыз, және де барлығын біркелкі етіп миксердің көмегімен араластырып шығамыз. Май мен сахарная пудра және де крахмал өте жақсы біркелкі етіп араласып шығуы қажет. Енді елегішке ұнымызды саламыз және де оның үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлитель қосып, елегіштен өткіземіз. Ұнымызды өткізіп болғаннан кейін, қолымыздың көмегімен қамырымызды илейтін боламыз. Жақсылап қолымызбен илейтін боламыз. Май еруі қажет және де бір-бірімен өте жақсы үйлесуі қажет. Барлығын жақсылап илеп болғаннан кейін қолымыздың көмегімен тексеріп көреміз. Егер масса бір-біріне жабысса, яғни біздің қамырымыз дайын деген сөз. Енді дайын болған массаны екі бөлікке бөлеміз. Бір бөлігіне какао қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Енді біздің печенье жасауымызға осында мороженое алғаш қажет болады. Массаны мороженое алғаштың ішіне салып, қолымыздың көмегімен итерген кезде бізде осындай формалар шығады. Екі массаны бір-бірімен араластырып салсаңыздар болады, немесе әрқайсысын бөлек істесеңіздер де болады. Мороженое салғышқа салып, темірді итерсеңіздер, бізде осындай әдемі мороженое формасында печеньелер пайда болады. Печеньенің барлығын балмұздақ алғыш арқылы жасап шығамыз. Өте әдемі және де балмұздақ формасында шығады. Балмұздақ печеньесін жасау үшін қандай заттар қажет және де қандай мөлшерде қажет, видео астына жазып кететін боламын, сол жерден көре аласыздар. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер, печенье дәмі өте дәмді және де тестасы песочный болып шығады. Барлықтарыңызға ұнайды деген ойдамын. Ас болсын!